Бірге тумақ болса да, бірге жүрмек жоқ. Бала күнінде бір көрпенің астына сыйған туғандар, әрқайсысы бір-бір отбасы құрғаннан кейін тұрмыстың талабы мен тірліктің ыңғайымен жан-жаққа тарап кетуі заңды нәрсе. Келе-келе олар қазаны басқаның қайғысы басқа болып, әркім өз отбасының әбігерімен болып кетеді екен. Судан көзден кеткен көңілден де кетеді дегендей болады. Алайда Алланың туыстық қарым-қатынасы үзбеңдер деген бұйрығын ұмытпайық. Ай көрмесе ағайын жат, жыл көрмесе жекжат жат. Адамға ұмытшақтық тән қасиет. Ұзақ уақыт көріспеген адамдар бір-бірін іздемек түгілі бар екендігін ұмытып та кетеді. Бала бірте-бірте алыстай береді. Әкесін әке емес жай ғана таныстай көреді деп ақын Қадыр Мырзали айтпақшы, бүгінгі жақын дегендерің бір күні жат болып кетуі оп-оңай. Содан ағайын ащы мал тұщы деп отырғанды бірақ байқайсың. Сондықтан жақын туыстар көбірек араласып, жиі-жиі қонаққа шақырсып тұрғандары жөн. Ағайындар бірінің бірі жамандығын жасырып, жақсылығын асырып жүруі керек. Ақын әулие бабамыз Мәшһүр Жүсіп, аманыңда ел жүріп мақтайтынды ағайын, алыстамай айналып жақтайтынды ағайын, ауырыңды жеңіл ғып жоқтайтынды ағайын, еркелетіп бетіңнен қақпайтынды ағайын деп, ағайында болу керек жақсы қасиетті жырлаған екен. Ағайынмен жауласпа, басың азаяды, көршіңмен дауласпа, асың азаяды. Ағайын ағайынның айнасы, ағайын бірде арас, бірде тату. Ағайында өкпе барда кек жоқ, ағайынның азары болса да безері жоқ. Ағайынмен ішкен ас тәтті, ағайын қадірін білмесең жалғыздық берер сазайды. Ағайынды өкпелеткеннің үні риді, туғаныңмен туыспасаң тең дүниеге сыйыспассың. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп деген асыл сөздерді естен шығармайық.